Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 3. Судың түсі қандай? Бірінші тапсырма оқылым. Мәтіннен негізгі ақпаратты анықтаңдар. Су ғылыми еңбектерде түссіз, иіссіз, дәмсіз сұйықтық ретінде сипатталады. Бірақ халықтың жер суға қойған атауларында Ақсу, Сарысу, Алакөл, Қызылкөл, Бозкөл, Шұбаркөл, Қарасу, Көксу секілді алуан түр-түстердің кездесуі қалай? Су дәмсіз болса, оны ішкенде қалай сезінеміз? Иіссіз болса, су жағалауына барғанда кеңсірігіміз ашылып, теңіздің, көлдің иісін қалай сеземіз? Қазақстанның жер су аттарын зерттеуші Қойшыбаев зерттеулеріне зер салайық. Қара сөзі әртүрлі өзен-көл атауларымен тіркесіп кездеседі. Мысалы, Қарақамыс, Қарасор, Қаракөл, Қаракеңгір, Қаратал, Қарасу, Қаратұз тағы басқа. Мұндағы қара сөзі бірнеше мәнге ие. Жер асты суларынан нәр алатын өзен атауы ұғымын береді. Мысалы, Қарасу, Қарақұдық белгілі бір атаудың екінші бір атаумен салыстырғанда көлемінің үлкен екендігін білдіреді. Мысалы, Қараөзек, Қаракөл кейбір өзен-көл атауларының құрамында кездесетін қара сөзі ну, қалың ұғымында береді. Мысалы, Қарақамыс, ал Қара ертіс атауының құрамында қара сөзін ғалымдар жер асты суларынан нәр алатын өзен ұғымынан шығарады. Қызыл сөзі де өзен-көл атауларында көптеп кездеседі. Мысалы, Қызылкөй, Қызылқұдық, Қызылағаш тағы басқа. Жер су атаулары құрамында кездесетін қызыл мынадай мағыналарға ие. Тар шатқал, түбі көрініп жатқан таяз су, жұқа, майда, жеңіл. Еркебай Қойшыбаев. Сұрақтарға жауап берейік. Судың түсі қандай? Дәм бола ма? Иісін сезуге бола ма? Өзен-көлдердің атауларының түрлі түсті болу себебі не? Сұрақтарға жауап. Су түссіз болады, су дәмсіз, иіссіз болады. Өзен-көлдердің түрлі түсті болуының себебі олардың қандай жерде орналасқанына байланысты болып келеді. Екінші тапсырма жазылым. Көк және ақ түстермен байланысты жер су атауларын топтастырыңдар. Ақ, Ақтау, Ақсу, Ақтас, Ақтөбе. Көк, Көксу, Көктөбе, Көкшетау, Көкпекті. Әдеби тілдік норма. Сұрау есімдігі жауап алу мақсатымен сұрау мағынасында қойылған сұрақтар. Оған қазақ тіліндегі барлық сұрау сөздер жатады. Кім, не, неше, қайда, неге тағы басқа. Мысалы, сендер қашан келдіңдер? Жолда кімді көрдіңдер? Неге кешіктіңдер? Өздік есімдігі. Өздік есімдігіне әртүрлі тұлғадағы өз деген бір ғана сөз жатады. Өз, өзім, өзіміздің, өз-өзіне тағы басқа. Мысалы, өз отаным, өзіміз жаздық, өздерің көрдіңдер. Үшінші тапсырма. Деңгейлік тапсырманы орындаңдар. Бірінші деңгей. Сұрау есімдіктерін кірістіріп, оқылым мәтініне қатысты 5 сұрақ жазыңдар. Екінші деңгей. Мәтіндегі ақпараттарды шынайы өмірмен байланыстырып диалог құрыңдар. Диалогты өздік есімдігін қолданыңдар. Үшінші деңгей. Картадан Қазақстандағы өзен-көл атауларында басқа қандай түр-түсті білдіретін сөздер кездесетінін анықтаңдар. Бірінші деңгей. Жер су атауларындағы қара сөз нені білдіреді? Жер су атауларындағы тағы қандай түстер тіркесіп айтылады? Мәтінде кездесетін зерттеушінің аты жөні кім? Мәтін не туралы? Жер су атауларында кездесетін қызыл сөзі қандай мағынаға ие? Екінші деңгей. Диалог. Досым, сен өзің қалай ойлайсың, судың түсі бола ма? Білмедім, түсі секілді. Ал менің өз ойым, судың түсі көгілдір. Судың иісі бола ма? Өз ойымды айтар болсам, судың аздап иісі бар. Расында судың жағасына барғанда иісі байқалады. Тағы басқа. Үшінші деңгей. Картадан Қазақстандағы өзен-көл атауларында басқа қандай түр-түсті білдіретін сөздер кездесетінін анықтаңдар. Үшінші деңгей. Ақсу, Қарасу, Көксу, Бозсу, Қызылсу, Бозарал, Жасылкөл, Алакөл тағы басқа. Төртінші тапсырма. Суға қатысты атаулардың ішінен көпшілікке таныс емес кәсіби сөздерді бөліп жазыңдар. Олардың мағынасын сөздіктен қараңдар. Айдын, арал, арна, ауыз су, ащы су, арық суы, ақаба су, ақпар су, ауан су, ботанасел, иман су, мойын су, суат, топан су, тоспа, шұбар су, шығанақ, арасан. Шығанақ мұхит, теңіз, көлдің құрлыққа сұғына еніп жатқан және негізгі су айдынымен еркін тұрақты су алмасатын бөлігі. Арасан шипалы су, емдеуге қолданылатын жер асты суы. Тоспа лай суды жүзбе бөлшектерден тазалауға арналған. Бесінші тапсырма. Судың түсі көк бола ма, әлде түссіз бола ма тақырыбында пікір алмасыңдар.
Судың түсіне қатысты пікірлер әртүрлі болуы мүмкін, бірақ ғылыми тұрғыдан қарағанда су түссіз. Дегенмен біздің көзімізбен судың көкшілдеу болып көрінетін себебі бар. Енді осы мәселені жан-жақты қарастырып, өз пікірімізді білдірейін. Таза су екі сутегі және бір оттегі атомынан тұратын химиялық қосылыс. Бұл молекулалардың өзінде түс болмайды. Судың химиялық құрамы оған түс беруі мүмкін емес. Су жарықты жұту және шағылыстыру қасиетіне ие. Күн сәулесі суға түскенде барлық түстердің ішінен қызыл түс көбірек жұтылады, ал көк түс көбірек шағылысады. Сондықтан да біздің көзімізге көбінесе көк түс көрінеді, бірақ бұл судың өзінің түсі емес, жарықтың шағылысуының нәтижесі. Судың мөлшері көп болған сайын көк түс айқынырақ көрінеді. Мысалы, мұхит пен үлкен көлдердің суы көк түсті болып көрінеді. Себебі судың көлемі артқан сайын жарықтың шағылысуы да артады. 6-шы тапсырма. Есімдіктерді қатыстырып, өлеңді өз сөздеріңмен 5-6 сөйлем етіп жазыңдар. Ілиястың дауысы деп кімді айтып тұрғанын анықтаңдар. Ақсу. Ақсу мынау арынды ағып жатқан арқырап. Жаңғыртып сол сарынды қайталайды әр қырат. Қозғаған ел қиялын жеті өзеннің біреуі. Балқаш барып құярын Ақсу жақсы біледі. Жағадағы жарды орап арындайды ағысы. Естілгендей жаңғыртып Ілиястың дауысы. Қастек Баянбаев. Арындап ағып жатқан Ақсудың арқырап жатқан дауысын мына қыраттар қайталап жаңғыртады. Судың ағысы елді кейде қиялға жетелейді. Ақсу өзінің Балқашқа құятынын жақсы біледі. Сол жағадағы жарды орап ағысы арындап ағады. Осы дауыс Ілиястың үніне ұқсайды. Мұнда есімдіктер қарамен жазылған. Мұнда өзендердің арқырап аққан дауысын Ілияс Жансүгіровтің өлеңдеріне теңеп отыр.